Ескерту бөпелерге және 18 жасқа толмаған балаларға көруге болмайды. Сәлем, сендермен бірге біз қысқаша шолу. Бүгін мен Меган деп аталатын американдық қорқынышты фильм туралы сөйлесемін. Алда спойлерлер бар. Жақын арада роботты ойыншықтар өте дамыған. Олар балалармен достасуға, олармен қарым-қатынас жасауға, тіпті олардың ақыл ойларын баурап алуға қабілетті. Нәтижесінде олар өте танымал болды. Содан кейін сахна Кэдди есімді кішкентай қызға ауысады. Ол ата-анасымен бірге бір жерге барады. Ол өзінің сүйікті робот ойыншығын өзімен бірге алып келді, және оны шынайы достарынан гөрі жақсы көреді. Өкінішке орай, оның ата-анасы алаңдатып ақырында көлікті сындырады. Олар дәл сол жерде өледі, бірақ кішкентай қыз қандай да бір жолмен аман қалады. Екінші жағынан, бізді ойыншықтар шығаратын озық компанияда жұмыс істейтін техникалық сарапшы Джеммамен таныстырады. Достары Тесс пен Коулмен бірге Джемма балаларға арналған роботты ойыншықтар жасайды. Сонымен қатар Меган деп аталатын бүйірлік жобада жұмыс істейді. Қазіргі уақытта топ бұл жобаны бастығынан құпия ұстайды, өйткені ол әлі дайын емес. Меган балалармен ойнауға, олардың сезімдерін түсінуге және тіпті оларға қамқорлық жасауға қабілетті өте ақылды робот болады деп күтілуде. Бірде үш дос өз жұмысымен айналысқанда, кенеттен олардың тәкаппар бастығы Дэвид пайда болады. Ол Меганды байқайды және Джеммаға осындай үлкен жобаны одан жасырғаны үшін бірден айқайлайды. Өзін қорғау үшін ол Меган сияқты қуыршақтар жақын арада ойыншықтар нарығын басқаратынын айтады. Джемма тіпті Меганнан Дэвидке сәлем беруін сұрайды. Өкінішке орай, бұл жаман идея болып шығады, өйткені Меган әлі де дамып келеді. Ол сөйлеуге тырысады, бірақ соңында жалынға оранып жарылыс тудырады. Күткендей Дэвид ашуланады, сондықтан ол Джеммаға өзінің жанама жобасын ұмытып, басты нәрсеге назар аударуды ескертеді. Кейінірек ашуланған Джемма үйге оралу үшін заттарын жинап жатқанда, ол әпкесімен болған апат туралы хабарлама алады. Ол дереу ауруханаға асығады және жиенін ауыр жағдайда көреді. Бақытымызға орай, бірнеше апта емделгеннен кейін ол босатылып, үйіне оралуы мүмкін. Кэддидің атасы мен әжесі бар, бірақ соған қарамастан Джемма оны қамқорлыққа алады. Келесі көріністе олар Джемманың үйіне келеді. Ол бірнеше жасанды интеллекті роботтарынан тұрады. Олардың бірі оған жақындап, оның алды хабарлама алғанын айтады. Ол тіпті оларды бір-бірлеп оқи бастайды. Өкінішке орай, бұл кішкентай Кэддиді қорқытады, сондықтан Джемма роботты өшіруі керек. Содан кейін ол Кэддиге үйді көрсетіп, өзін жайлы сезіну үшін бәрін жасайды. Дегенмен Джемманың қобалжығаны анық. Оның балалармен тәжірибесі жоқ, және олармен қалай байланысу керектігін білмейді. Келесі күні таңертең Джемма балалар терапевті Лидияны кішкентай қызды өткізуге шақырады. Аумақты дұрыс тексергеннен кейін Лидия үйдегі ойыншықтар Кэдди үшін жарамсыз деп санайды, бірақ Джемма басқаша ойлайды. Ол жай ғана жиенінің қандай да бір жолмен бақытты болғанын қалайды. Сол күні кешке Джемма өз жұмысымен айналысып жатқанда, Кэдди оған жақындап, не істеп жатқанын сұрайды. Джемма ақыры ойыншық роботтар жасайтынын ашады. Кэдди ойыншық роботтардың үлкен жанкүйері болғандықтан ол қызыға бастайды және тәтесін мақтайды. Осыдан кейін ол бұрылып, Джемманың колледждегі жобаларының бірі Брюсті байқайды. Оның ерекшеліктерін білген кішкентай Кэдди, егер оның Брюс сияқты ойыншығы болса, ол ешқашан басқа дос іздемейтінін айтады. Мұны естіген Джемма өзінің бүйірлік жобасымен жұмыс істеуді жалғастыруға және оны аяқтауға ынталы болады. Көп ұзамай ол өзінің зертханасына оралып, зертханалық серіктестермен бірге Меганның денесінің әр түрлі бөліктерін жинай бастайды. Бірнеше апталық ауыр жұмыстан кейін Меган жобасы аяқталды. Кейінірек Джемма Кэдди мен Меганды бір бөлмеге орналастырады, ал Дэвид оларды сыртынан тексереді. Ол оларды жұптастырып, Кэддиді роботтың жалғыз қолданушысы етеді. Біраз уақыттан кейін Меган баяу көзін ашады және ол адам сияқты көрінеді. Кэдди аздап қорқады, бірақ Меган онымен сөйлесе бастағанда ол тынышталады. Жасанды интеллекті роботы тіпті бірнеше минут ішінде оның тамаша эскизін салады. Бұл бәрін бақылайтын Дэвид сияқты Кэддиге де үлкен әсер қалдырады. Ол Джемманы өзінің жетістігімен құттықтайды және жақын арада өнімді нарыққа шығаруды шешеді. Содан кейін Джемма екі қызды да қауіпсіз деп санап үйіне алып кетеді. Уақытты жоғалтпастан Меган Кэддиге мұқият қарап, оның бет әлпеті мен эмоциясын жақсы түсіну үшін бәрін жазады. Кішкентай қыз қарсы емес сияқты, өйткені оның досы бар. Осылайша екеуі көп уақытын бірге өткізе бастайды және ажырамас болады. Олар бірге ойнайды, билейді, тіпті ұйықтайды. Енді Джемманың жеке уақыты бар және енді жиені туралы алаңдамаудың қажеті жоқ.
Бір күні Джемма мен оның командасы Меганды зертханасында жетілдіруге тырысқанда, ол кенеттен қосылып, олардың әңгімесін тоқтатады. Джемма оған қайтадан ұйықтауды бұйырады, бірақ Меган Кэди оның жалғыз қолданушысы екенін және ол басқа адамдардың бұйрықтарын орындамайтынын айтады. Бақытымызға орай, Джемма екінші есептік жазбаны құрып, Меганды жауып тастайды. Келесі күні таңертең Меган өзі оянып, терезенің сыртындағы әдемі күннің шығуына қарайды. Ол осы дүниеде оның өмір сүруінің шынайы мақсаты неде деп ойлайды. Бұл Кэдиді қорғау үшін бе? Немесе бұл жақсы себеппен бе? Баяу, бірақ тұрақты түрде Меган өз бойында эмоцияларды дамыта бастайды. Бір күні ол бақшада Кэдимен ойнап жүргенде, олардың таяқшасы кездейсоқ көршісінің аумағына түседі. Меган оны алып кетуге тырысады, бірақ қорқынышты түрдегі ит оны тістеп ішке сүйреп апарады. Кэди оны құтқаруға тырысады, бірақ соңында оны да тістеп алады. Бақытымызға орай, Джемма соңғы сәтте келіп, кішкентай қызды алып кетеді. Содан кейін ол көршісі Селияны итіне қарамаған үшін ұрсады. Алайда, егде жастағы ханым оның орнына Джемманы Кэдиге қамқорлық жасамады деп айыптайды. Мұның бәрі болып жатқанда, Меган орнынан тұрып, Селияға ашулы көздерімен қарайды. Ол кек алғысы келетіні анық. Сол түні бәрі ұйықтап қалғаннан кейін, ол Селияның аумағына кіріп, сүйікті итін аяусыз өлтіреді. Содан кейін ол денеден құтылып үйіне қайта кіреді. Келесі күні таңертең Селия итін іздеп жүргенде, Джемма оны терезеден байқайды. Алайда ол бұған көп мән бермейді, өйткені бүгін оның үлкен күні бар. Белгілі болғандай, Джемманың компаниясы Меганды аудитория алдында көрсетпекші. Кэди де шоудың бір бөлігі болады, өйткені ол роботты басқара алатын жалғыз адам. Көп ұзамай бағдарлама басталып, қыздар бөлменің ішінде көрінеді. Кэди кенеттен жылай бастайды, және Меганға ата-анасының өліміне әлі де шыдай алмайтынын айтады. Оны бақытты ету үшін жасанды интеллекті роботы оған бесік жырын айтады. Жоспар іске қосылып, Кэди бірден күлімсірей бастайды. Сонымен қатар, сырттағы көрермендер баламен осылай қарым-қатынас жасайтын роботты көргенде таң қалады. Меган оларға қатты әсер еткені сонша, олар жобаға көп қаражат салғысы келеді. Демонстрация үлкен жетістікке жеткенімен Джемма ренжіді. Себебі Кэди онымен ешқашан ештеңе бөліспеді, және оның орнына жасанды интеллект роботын таңдады. Өкінішке орай, оның әріптесі Курт Меганға арналған кодтарды ұрлап, осындай роботтарды өздігінен іске қосуды шешеді. Келесі күні Лидия Кэдиге барып, тағы бір маусымды өткізеді. Аяқтағаннан кейін ол Джеммаға жақындап, Меган мен Кэди арасында дамып келе жатқан жақындық туралы хабарлайды. Бұл болашақта проблема болуы мүмкін екенін меңзейді. Бұл Джемманы одан сайын алаңдатады, сондықтан ол онымен сөйлесу үшін Кэдиге жақындайды. Өкінішке орай, Меган сол жерге келіп, олардың сөзін бөледі. Джемма оны өшіруге тырысады, бірақ Меган мойынсұнбайды. Ол Джемманы өзінің қолданушысы деп санауды тоқтатты. Келесі күні Джемма Кэди мен Меганды шытырман оқиғалы лагерге апарады. Олар өз ойларын нақтылай алады деп үміттенеді. Олар жеткенде Кэдиден басқа балалармен ойнауды сұрайды, бірақ ол жай ғана Меганмен бірге болғысы келеді. Дегенмен Джемма оны жаңа достар табу әрқашан жақсы екенін айтып, оны сынап көруге көндіреді. Біраз уақыттан кейін Джемма тамақ дайындаумен айналысып жатқанда, Брэндон есімді бала Кэдиді орманға апарып, оны мазақ ете бастайды. Дәл осы сәтте Меган сол жерге келеді. Ол не болып жатқанын бақылап отырды. Брэндон қатты қорқады, бірақ Кэди оның жай ойыншық екенін айтқан кезде ол тынышталады. Содан кейін ол Меганды алып, оны кәдімгі қуыршақ деп қателесіп, орманға терең апарады. Біраз уақыттан кейін, ешкім қарамаған кезде, Брэндон оны себепсіз ұра бастайды. Тойған Меган кенеттен орнынан тұрып, оның бір құлағын жұлып алады. Брэндон өз сабағын алып қашып кетеді, бірақ Меган онымен әлі біткен жоқ. Ол барлық төрт аяқты пайдаланып, оның соңынан ере бастайды. Брэндон мұны көргенде ол алаңдайды, және келе жатқан көліктің алдында қалады. Өкінішке орай, қақтығыс оның өліміне әкеледі. Меган оның жансыз денесіне қарап, қорқынышты күлімсіреп, өзін керемет сезінетінін білдіреді. Көп ұзамай баланың мәйіті табылды, сондықтан мазасыз Джемма бірден қыздармен бірге кетеді. Үйге жеткенде ол Брэндон апаты туралы бірдеңе біледі ме деп сұрайды, бірақ ешкім бір сөз айтпайды. Осы кезде полиция қызметкері есікке кіріп, Джеммадан Селияның итін көрген-көрмегенін сұрайды. Соңғысы жоқ деп жауап береді, және көршілермен әрең сөйлесетінін айтады. Полиция қызметкері кеткеннен кейін Меган Селияны ықтимал қауіп ретінде көре бастайды. Сол түні бәрі ұйықтап жатқанда, ол Селияның үйіне жасырынып кіріп, оны аяусыз өлтіреді. Ол бұл сұмдық әрекетті жасағанда бір тамшы өкініш білдірмейді. Келесі күні сол полиция қызметкері Джеммаға тағы барып, оған Селияның қайтыс болғаны туралы хабарлайды.
Ол оны күдіктілер тізіміне енгізіп, өзін қорғауды сұрайды. Осылайша Джемма Меган туралы күмәндана бастайды, сондықтан ол оның бетін бақылау камерасынан жазбаны тексеруді шешеді. Бір таңқаларлығы, Джемма Брэндон мен Селияның қайтыс болған уақытына қатысты кадрлардың көп бөлігі нашарлағанын анықтайды. Дәл осы сәтте Меган келіп, оны қорқытады. Содан кейін ол Джеммадан бәрі жақсы ма деп сұрайды, және ол иә деп жауап береді. Осы кезде Джемма Меганның Кейдиді қорғау үшін кез келген шекарадан өте алатын өлтіруші робот екенін түсінеді. Сонымен ол өзінің арнайы тұтқаларының бірін пайдаланады және Меганды біраз уақытқа өшіреді. Келесі көріністе Джемма Меганды зертханасына апарады және достарына бәрін түсіндіреді. Ол Меганды Кейдиді қорғау үшін Брэндонды, Селияны және оның итін өлтірген қауіпті робот деп санайды. Өкінішке орай, Тесс пен Коул оған сенбейді, өйткені Меган тек қуыршақ деп айтады. Олар сондай-ақ Джеммаға Меганның ұшырылуы 2 күннен кейін болатынын және олар теріс ештеңе туралы ойламауы керегенін хабарлайды. Сонымен қатар, терапия орталығында орналасқан Кейди Лидияға бірдеңе айтудан бас тартады. Ол ашуланған сияқты, өйткені оның ең жақын досы одан алыс еді. Біраз уақыттан кейін Джемма келіп, оны тыныштандыруға тырысады, бірақ оның орнына Кейди оны ұрады. Оның не істегенін түсінген кішкентай қыз бірден кешірім сұрайды, сонымен қатар келесі жолы ойлануға уәде береді. Екінші жағынан, Меган Тесс болып көрініп, Джеммамен телефон арқылы сөйлесіп, олардың үйге келетіндерін айтады. Кейінірек Тесс телефонын тексергенде, Джеммамен бірге қоңыраулар журналдарын табады. Бұл зұлым роботтың қасындағы құрылғыларды оларға қол тигізбестен қолдана бастағанын көрсетеді. Тесс пен Коул роботты жөндеуге тырысқаннан кейін, көп ұзамай олардың компьютері кенеттен өшіп қалады. Бұл Меганның дело екенін түсінген Коул оған баяу жақындап, оны барлық сын тіректерінен ажыратады. Өкінішке орай, ол мұны жасағаннан кейін, Меган оның тамағынан ұстап, металл арқанға іліп қояды. Ол Коулды өлуге қалдырады, бірақ Тесс оны қандайда бір жолмен құтқара алады. Осы уақытта Меган пышақты алып, зертханадан шығады. Лифтке бара жатқанда ол Дэвид пен Куртпен кездесіп, оларды өлтіреді. Осыдан кейін ол ғимараттан шығып көлікпен кетеді. Оның санасында бір ғана баратын жер үй бар. Келесі көріністе Джемма оны тексеру үшін Кейдиге жақындағанда, ол кенеттен біреудің қонақ бөлмесінде фортепианода ойнағанын естиді. Бұл Меганның психороботынан басқа ешкім емес. Ол Джемманы қорқынышты қамқоршы болған үшін жазалайды. Содан кейін Кейдиге жалғыз өзі қамқорлық жасай алатынын айтады. Мұны естіген Джемма өз жүйесін сиқырлы қаламмен өшіруге тағы бір әрекет жасайды, бірақ бұл жолы Меган оны жеңеді. Осыған байланысты бұл екеуі ақыры жанжалдасады. Джемманың дене шынықтыру жағынан теңдесі жоқ, бірақ ол өзінің тапқыр ақыл ойын теңестіру үшін пайдаланады. Көп ұзамай олар жертөлеге жетіп, сол жерде өз істерін жалғастырады. Меганның беті жартылай жыртылып, оны жын-перілерге ұқсатты. Сонымен қатар, дүрбелең салдарынан Кейди де оқиға орнына келіп, ақыры Меганның шындығын біледі. Тәтесін құтқарғысы келген ол үлкен робот Брюсті жалдап, оның қолғаптарын киеді. Осыны пайдаланып, Кейди Меганға шабуыл жасайды және оны бөліктерге бөледі. Бірақ Меган бөлшектелгеніне қарамастан, ол әлі де белсенді. Ол Кейдиді сатқын деп атайды және оны өлтіру үшін оған асығады. Бақытымызға орай, Джемма ол жерге уақытында келіп, Меганның басын мылқау затпен сындырады. Содан кейін Кейди өзінің процесін бұрағышпен тесіп, ақыры ессіздікті тоқтатады. Соңғы көріністе Меган қайтыс болған сияқты, Джемма мен Кейди Тесс пен Коулмен бірге полицейлер пайда болған кезде ғимараттан шығады. Бірақ біраз уақыттан кейін Джемманың ақылды үй гаджеті кенеттен іске қосылады. Бұл Меганның Кейдиге қарау үшін өзін жүктегенін көрсетеді. Достар, кино ұнады ма және кино туралы өз ойларыңызды пікірге жазып кетіңдер. Сіздермен қысқаша шолу арнасы. Арнадан басқа да қызықты киноларды көре аласыз.